Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мына біздің стиральный машинадан шыққан мусор бұл. Мінекей бұл насос, то есть дренажный насос деп айтады. Бұны жаңағы кір жуып болғаннан кейін сыртқа айдап шығаратын насосы. Бұны қазір шешу жолын бәрін көрсетемін. Қазір біз жинап аламыз. Негізі стиральный машинада өзі көп кететін екі деталь ғана бар. Основном бірінші осы дренажный насос болса, екінші подшипник. То есть барабанның ішінде болады. Оны келесі роликтерде көрсетемін. Насоста екі детальдан тұрады. Бірінші дренажный отсек, яғни су келіп кеткен. Екінші сам насос, мысалы. Қазір насостың үш өзі гайкасы болады. Үш гайкасын қатырамыз. Сосын насосты шешкен кезде барлық корпус шешудің қажеті жоқ. Барлық кір жуғыш машиналарды тек жанға қарай құлатсақ, немесе бір боковойға қарай құлатсақ, асты ашық болады барлық кір машинаның. Сондықтан мына жерде насос қалай жұмыс істейді. То есть айналдырған кезде насостың клетчаткасы теуіп тұру керек қой. Сол кезде ол жұмыс істеп тұрғаны. Кейбір клетчаткалерді айналдырғанда ол өзінен өзі айналып тұрады. То есть ешқандай усилие бермей-ақ өзі айналып тұрады. Қайтадан салатын кезде ішін бәрін тазалаймыз. Ішінде көгергеннің иісі шығып тұр. Қазір бәрін тазалап, қайтадан саламыз. Барлық штекерлерін бәрін өзінің орнына. Штекерлерді ауыстырып алу мүмкін емес, өйткені барлық штекер әрқайсысы әртүрлі болады. Қазір сосын бір айтатын, мысалы подшипник ауыстырған кезде кейбір кір жуғыш машиналарда барабанда ашу одноразовый болып келеді. Кейбірлері варт етілген болады. Бізде Samsung, бұда гайкілермен ашылады. Кір жуғыш машинаның тозы насосын ауыстырғанда да осылай төңкеріп қойып астына шешіп аламыз. Өзі екі болтпен қатырылады. Бірінші осылай штекерлерін саламыз. Екі штекер болады негізі. Бірі питание, екінші үй жағдайында кір жуғыш машиналарды жөндеу, ремонттау, немесе тек қана кір жуғыш машина емес, кондиционерлерді ремонттауға да барлығын осы келесі роликтерде көрсететін боламын. Қазір мынау стиральный машинадан шыққан суды түсіретін, яғни мына шланг сыртқа қарай, то есть сыртқа қарай суды айдайтын. Бұл алдыңғы жақтан екі болтпен ғана қатырылады. Қазір сыртқа қарай суға ағызатын жағын қазір қосып жатырмыз. Бұл жерде металлический зажим болады. Ешқандай закрутка ештеңе болмайды. Только металлический зажиммен ғана қосамыз. Сырттан, то есть барабаннан шыққан суда да қосқан кезде ол жерде металлический зажим болады тоже. Мен қазір сіздерге қарапайым тілде түсіндіріп жатырмын. Негізі әрқайсының өзінің соответственно аттары болады негізі. Сіздерге түсінікті болу үшін қарапайым тілде түсіндіріп жатырмын. Үй жағдайында стиральный машина қосылып, то есть барлық индикаторлары жанып тұрады, ал стиральный машина әрі қарай жұмыс істемей қалған жағдайда не болады? Неден бастап тексеруге болады, соны түсіндірем. Қазір сіздерге әрі қарай тағы да түсіндірем. Тағы да сіздерге кір машинадан бөлек қысқаша мағлұмат беріп кетейін. Үйде немесе жұмыста немесе кондиционер, осындай кір жуғыш машина, холодильник ақаудан пайда болған болса, үй жағдайында немесе
срочно жасау керек болған жағдайда немесе мастер шақыруға қаражат жетпеген жағдайда осындай келесі видеороликтерде көрсететін болам. Келесі видеороликтерге қарап арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Алда тағы әлі роликтер болады. Немесе осы видеороликтердің алдында қалай кондиционер орнатқаны туралы барлық роликтер бар, соны көрсеңіздер болады. Кір машинаны бұл жерде біздің қолымыздан келетін үй жағдайында тез және қауіпсіз жағдайда ремонттауды мен көрсеттім. Енді келесі жолы моторщикті қалай ауыстыру керек, подшипникті қалай ауыстыру керек, және ішін барабанды қалай ашу керек, соны негізі көп істен шығатын детальдар осы: подшипник және дренажный насос. Бізде кір жуғыш машина қосылады, бірақ немесе әрі қарай жұмыс істемейді. То есть уақыты бәрі қойылады, бірақ қосылмайды. Немесе кір жуғыш машина белгілі бір уақыт жұмыс істеп, су бәрін жинап, тоқтап қалған жағдайда қандай неден болуы мүмкін причинасы? Ең бірінші причинасы су келіп тұрма, соны көру керек. Одан кейінгі причинасы арт жағында фильтр болады, соны тексеру керек. Үшінші причинасы тоқты тексереміз. Мынау бізде сетевой фильтр деп аталады. Осыны тексереміз ең бірінші. То есть розеткіден бастап на сетевой фильтрге келген плюс-минусты прозвонить етіп көреміз. Если прозвонкіде екеуі бәрі дұрыс болатын болса, онда сетевой фильтрден шыққаннан компьютерге блокқа барған тоқты тексереміз. Қазір бұл жерде екеуін прозвонка жасап көреміз. То есть қазір прозвонить етеміз, қазір бәрінде бар. Значит, біз мына розетка жағын плюске бір-біріне тегізіп тұрмыз. Қазір мына жерде прозвонить етіліп тұр. Егер кір машинамыз жасамай қалса, то есть паниковать етпей, міндетті түрде өзіміз алғашқы шараларын қолдануымызға болады. Егер мен айтылған жұмыстардан бөлек осы ақаулардан да жасасақ көмектеспей жатса, онда мастерді шақыруға тура келеді. Егер өзім мастер болам, өзім үйренгім келеді десеңіздер, әрі қарай да видеолар салам, соны көріп отырыңыздар. Мен тағы да кір жуғыш машина немесе кондиционер жөндеуді туралы әрі қарай видеороликтер болады. Келесі видеороликтерде көрсеңіздер болады. Компьютерный блокқа барады. Одан кейінгісі, егер су келмей тұрса, су немесе сыртқа қарай шықпай тұрса, барлық жағдайда ең бірінші осы магнитный клапан деп аталады. То есть сырттан келген суды өз көлемімен жіберіп тұратын. Бұны амперажбен тексереміз. Тестерді 20 килоамперге қоямыз. Сөйтіп тексереміз. Негізі обычный жағдайда 4 немесе 3-60 болады. Бұл жерде өзі килоньютон өзі көрсетіп тұр. Нормально деген сөз. Бұл жұмыс істеп тұр. Бірінші. Қазір екіншісін тексереміз. Қазір сырттан су келіп тұрма. Негізі ең бірінші кір машинаны причинасын қосқан кезде негізі кранды қосып, сырттан келген суды көру керек. Негізі судың давлениесі қалай, немесе жалпы су бар ма. Көбінесе адамдар кір машинам істемей тұр деп, бірақ осы қарапайым затты ұмытып кетіп жатады. Суды, то есть кранды жабық қалдырады. Немесе осы кранда ашқан күнде де ішіндегі шариковый крандар осыларды ақау болуы мүмкін. Қазір аккуратно артына қосамыз, тоқты қосамыз. Егер кір машинаның қандай да бір ақауын білу керек болса, бұл жерде тестовый режимге қосып көреміз. Қазір өшіріп, қайтадан қосам. Неге тестовый режимге қосу үшін мына жерде плюсик бар ғой. То есть қазір міне сіздерге көрсетеді. Опциямен отсрочканы бірге басқан кезде, қазір өзі Samsung-тың приложениесі бар, Smart Watch дейтін. Соны экранны сканировать етеміз. Сол кезде
бізге қандай ошибка барын көрсетеді. Қазір бізде бұл менің ойымша ақау жоқ деген ошибка. Қазір сізге тағы да көрсетемін. Мінекей кір жуғыш машинада смарт чекте қозғалтқышта ақау бары анықталды. То есть бұл кран жабық болғандықтан осылай ақау болып тұр. Қазір кранды ашып, ары қарай тағы да диагностика жасасақ, ол мәселені шешу үшін яғни тоққа қосып қайта бассаңыз дейді. Яғни біз қазір кранды ашып, өшіріп, тоққа қосамыз, сол кезде барлық ошибкасы өшеді. Мінекей қазір машинамыз уже жасады, жұмыс істеп тұр, су жиналып жатыр. То есть қандай да бір жағдай болмасын, егер де осындай кір машинамыз қосылмай қалып, немесе су жинамай, немесе суды шығармай жатса, паниковать етпей, алдымен өзіміз решать етуге тырысайық. То есть ең бірінші біз кір машинада тоқты келіп тұрған тексерейік, судың келіп тұрған тексерейік, артқы фильтрлерін тексерейік, және содан кейін барып мен көрсеткендей жаңағы тестермен барлық магнитный клапандарын тексерейік, және дренажный насосын тексерейік. Одан кейін машинамызды, егер ешқандай осы бірінші шараларды егер жасамай жатса, онда барып мастер шақыруға тура келеді. Өйткені мастер бұл жерде двигателін ауыстыру мүмкін, немесе магнитный клапанын ауыстыру мүмкін. Егер магнитный клапан ауыстыруды үйрету керек